Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін мен жарты төстік деген ертегіні айтам. Сонымен баяғы заманда бір бай болыпты. Оның балдары өте көп және байлығы көп. Бірақ оның не ұлы жоқ, не қызы жоқ. Сөйтіп кемпіріне келеді. Сөйтіп айтады: "Әй кемпір, біз екеуміз қартайып келе жатырмыз. Біз әулиені аралап, сол жерде Алладан бала сұрайық" дейді. Сонымен бай мен кемпір мал мүлкі тастап өздері жаяу жүреді. Сөйтіп бүкіл әулиелерді аралайды. Сол жерде Алладан бала сұрайды, бірақ Алла олардың тілегін орындамайды. Сөйтіп олар еліне қайтпақшы. Кемпір олар бір шеңгелді көреді. Сол жер кемпір болса шал ол жерде шеңгелдің түбіне жатсақ, Алла біздің тілегімізді орындайды шығар дейді. Шал болса кемпіріне күледі, ал кемпір болса шалын тыңдамайды. Сонымен шал мен кемпір шеңгелдің түбіне қонады. Бір шолпан жұлдызы туып, кемпірдің түсіне Аққожа кіреді. Сөйтіп ол сұрайды кемпірде: "Саған 30 ұл керек па, әлде бір ұл керек па?" деп сұрайды. Ал кемпір болса: "Бір ұл берсең де жетеді" дейді. Ал Аққожа болса кемпірге: "Тілегің қабыл болды" дейді. Сөйтіп кемпір оянып шалына айтады: Шал, тұр, мен керемет түс көрдім. Маған Аққожа келді, ол маған бір ұл береді" дейді. Ал шал болса қуанып екеуі елге оралады. Екеуі елге оралған соң кемпір болса сүр етке жерік болады. Кемпір болса жарты төстік етті тауып, соны жейді. Сөйтіп 9 айдан кейін кемпір ұл туады. Ол кемпір бала туғанда жарты төстік деген ат қояды. Сөйтіп жарты төстік 14-15 жасқа толады. Сөйтіп жарты төстік әкесінің ағашқа мінетінін байқайды. Сөйтіп жарты төстік әкесіне айтады: "Әке, сіз неге үнемі ағашқа мініп бірдеңені бақылайсыз?" деп сұрайды. "Ал мен де мініп көрейінші" дейді. Ал әкесі болса: "Жоқ балам, бұл ағашқа мінбе. Егер де сол ағашқа мінсең, басың айналып құлап кетесің" дейді. Баласы болса әкесін тыңдамай ағашқа мінеді. Ағашқа мінсе, елдегі адамдар ән айтып жатыр, би билеп жатыр. Баласы болса кешке қарай бұл оқиғаны айтады: "Елдегі адамдар ән айтты, биледі". Ал әкесі болса: "Балам, бұл шын адамдар емес, бұл сағым" дейді. "Мен ол ағашқа мінгенім себебі сенің болашағыңды көргім келеді" дейді. Баласы болса: "Онда кемен жолға шығайын, бақытымды іздейін" дейді. Ал әкесі болса баласын жолға шығартады. Әкесі баласына жүйрік ат тақпақшы. Сөйтіп ол
жүйрік атты тауып алу үшін 5 сыншыны шақырады. Ең мықты сыншы жерді тыңдап шалға айтады. Жалғыз көзі Дәудің жүйрік аты бар екен. Ол Құлашолақ, ол әлемдегі ең жүйрік аты дейді. Ал жарты төстік болса, онда мен осы атты табайын дейді. Жарты төстік жолға шығады. Келе жатып қатты шаршайды. Бір ұзын ағашты көреді. Соның қасына ұйықтайды. Жарты төстік ұйықтап жатқанда бір дыбысты естиді. Қараса, жылан айдаһар ағаштың үстінде 2 балапанды жейін деп тұр. Ал жарты төстік болса, садағын алып атып өлтіреді. Сөйтіп балапандарда тіл бітеді. Сөйтіп жарты төстікпен сөйлеседі. Саған рахмет, біздің анамыз самұрық. Ол жылда 2 жұмыртқа туады. Бірақ осы жылан айдаһар үнемі жеп қояды. Бірақ сен бізді аман қалдың дейді. Сол кезде самұрық құс балапандарына ұшып келеді. Балапандары болса, анашым, дұшпаныңды көрсетейік пе, әлде досыңды көрсетейік пе деп сұрайды. Ал самұрық болса, маған дұшпанымды көрсетіңдер дейді. Балапандар болса, жылан айдаһарды көрсетеді. Ал самұрық құс болса, жұтып қояды. Ал досымды көрсетіңдер дейді. Ал балапандар болса, жарты төстікті көрсетеді. Оны да жұтып қояды. Ал балапандар болса, неге оны жеп қойдың? Оны түкір дейді. Самұрық құс болса, оны түкіреді. Жарты төстік болса, не болғанын түсінбейді. Самұрық болса, сен маған ренжіме, менің ет жемегеніме көп болды. Қандай жұмысың бар? деп сұрайды. Ал жарты төстік болса, мен жалғыз көзді Дәудің Құлашолағын іздеп жатырмын. Ал самұрық болса, онда 40 ет дайында, 40 су дайында дейді. Сөйтіп ұшып кетеді. Жарты төстік болса, 40 ет дайындайды, 40 су дайындайды. Сөйтіп самұрық құс қайтадан ұшып келеді. Ал енді мойныма отырып мықтап ұста дейді. Сөйтіп айтады, сен екі көзіңді жұм, оңға бұрылғанда аузыма ет сал, солға бұрылғанда аузыма су құй дейді. Сол кезде жарты төстік екі көзін жұмады. Самұрық құс болса, оңға бұрылғанда аузына ет салады, солға бұрылғанда аузына су құяды. Сол кезде бір мекенге келді. Сөйтіп самұрық құс болса, көзіңді аш дейді. Жарты төстік көзін ашса, Дәудің мекеніне келді. Сөйтіп самұрық құс айтады, бұл мекенде Дәуді таба аласың, және бұл мекенде Дәудің Құлашолағын тауып аласың дейді. Сөйтіп самұрық құс жарты төстікке бір қанатынан бір қауырсын жұлып оған береді. Сөйтіп айтады, егер де осы қауырсын
менің қауырсынымды тұтатсаң, мен саған ұшып келемін дейді. Сөйтіп ұшып кетеді. Жарты төстік болса қалтасына бұл самұрықтың қанатын салады. Сөйтіп дәудің құлашолығын тауып алады. Сөйтіп дәуді көреді. Дәу болса ұйықтап жатыр. Жарты төстік дәу ұйықтағанда оның аяғын байлайды. Сөйтіп шаба жөнеледі. Дәуді тауға да, тасқа да соғады, бірақ дәу өлмейді. Сөйтіп жарты төстікті ұстап алады. Сөйтіп айтады, қолымнан ұсталдың ба, енді мен сені өлтіремін дейді. Бірақ құлашолақ екі тұяғымен дәудің басына бір тебеді. Дәу болса өліп қалады. Жарты төстік құлашолаққа мініп шауып келе жатады. Келе жатса, шал мен кемпірді көреді. Сөйтіп амандасады. Ал шал мен кемпір болса ақырын сөйлеп, ол жерде айдаһар бар. Ол барлығымызды жеп қояды. Ол 40 күн ұйықтайды. Сөйтіп біз екі негеміз. Сөйтіп ол тамақ ішкен соң тағы да 40 күн ұйықтайды. Сөйтіп егінді суарамыз. Сөйтіп тағы да тамақ ішіп тағы да 40 күн ұйықтайды. Содан кейін біз егінді орап жинаймыз дейді. Ал жарты төстік болса айдаһарды айғайлап шақырады айдаһарды. Айдаһар болса оянып от шашады. Жарты төстік болса айдаһардың басын шауып өлтіреді. Халық болса жарты төстікке айтады, сен саған рахмет, сен осы елді айдаһардан құтқардың дейді. Сөйтіп сен бізге хан бол дейді. Ал жарты төстік болса келіспейді. Жарты төстік самұрықтың берген қанатын тұтатады. Сол кезде самұрық құс ұшып келеді. Сөйтіп айтады, маған 45 ет дайында, 45 су дайында. Сөйтіп жарты төстік 45 ет дайындайды, 45 су дайындайды. Сөйтіп құлашолығымен оқтап ұстайды жарты самұрықты. Сөйтіп самұрық құс ұзын ағашқа балапандар отыратын жерге әкеледі. Самұрық болса жарты төстікке, сенің қызының әке-шешесі басқа жігітке күйеуге берді. Ал сенің еліңе қалмақтар шабуылдап жатыр дейді. Тезірек асық, болмасаң кешігесің дейді. Жарты төстік болса құлашолығына мініп еліне асығады. Сөйтіп бір тойды көреді. Айтады, бұл кімнің тойы деп сұрайды. Тойдағы адамдар бұл жарты төстікке айттырып қойған қыздың тойы. Сол кезде жарты төстік ашуланып күйеу баланы іздейді. Сөйтіп оны жекпе-жекке шақырады. Сөйтіп оны жеңіп қызын алып кетеді. Жарты төстік болса қызын қауіпсіз жерге қалдырады. Сөйтіп қалмақтарын басын шабады. Сол кезде Аққожа келіп айтады, тоқта балам, сен барлық жауларды жеңдің. Сен жақсы бала болып өсіп аттың. Енді әке-шешеңді босат дейді. Сөйтіп
жоқ болады. Жарты төстік болса, әке шешесін босатады. Сөйтіп, бұл оқиғаны айтады, қалай Аққожа пайда болды. Сөйтіп, анасы болса, ол да менің түсіме кіріп, сені берді дейді. Сөйтіп, жарты төстік болса, қызымен үйленіп, бала туады. Сөйтіп, жарты төстік еліне хан болады. Сөйтіп, үлкен отбасы болады. Сөйтіп, бақытты өмір сүреді.